Кокос шырынын 2 апта ішсең жеткілікті, ол сенің бүйрек ауруларыңнан құтылуыңа көмектеседі. Әлеуметтік желілердегі халық емі осылай дейді, бірақ бұл рас па? Бірге тексерейік. 4 тамызда Фейсбукта бүйрек ауруларын емдеу бойынша кеңестер деген мәтінмен жарияланған жазбада 2 апта бойы кокостың шырынын ішу ұсынылған. Мұндай кеңестер 2018 жылдан бері интернетте бірнеше рет тараған. Алайда АФП сарапшылары мұны жоққа шығарды. Кокос шырыны бүйрек ауруларын емдейді деген ғылыми дәлел жоқ. Егер сізде жедел бүйрек зақымдануы болса, оны кокос суы емес, уақытылы медициналық көмек емдейді. Ал созылмалы бүйрек аурулары емделмейді. Малайзиялық нефролог маманның айтуынша, бүйрек ауыратын адамдарға кокос суын ішу тіпті зиян болуы мүмкін. Өйткені оның құрамындағы жоғары калий жүрек ритмінің бұзылуына әкелуі ықтимал. Сондықтан кокос шырынын дәрі емес, жай ғана сусын ретінде қарастырыңыз. Ал денсаулыққа қатысты кеңестерді тек дәрігерден алыңыз.